Ал енді мына айтып отқан әңгімелерің қозғалыстарың өте жақсы. Мен ойлайтын постоянно осы әке шеше бағу керек, әке шеше жауап беру керек, жету керек дегенде осы мына қоғамнан бір сондай қоғам құрылмай ма екен, әке шешені айта береді, әкені қала береді. Екенін бұл да бір жақсы болған табысты жұмыс екен. Мен айтады ғой, жаңағы артында тұяқ қалсын, өсігі ағаш қалсын, бір сөз қалсын дейді. Ол не деген сөз? Ол тұяқ қалсын дейді, ұрпағын қалсын дейді. Ұрпақ деген жақсы болу керек, әдемі тәрбиелеу керек. Сол баланың өзі әке шешені тәрбиелеу керек. Мысалы Асқар Таудай әкем күн жағы, жер жағында пана болған, ыр жағында сая болған, барлық қаранды катапты қарындардай жұтта қалап сені асырап баққан әкем, оны мұңайтпау керек, оны көңін қалдырмау керек. Ол әкеңнің Асқар Тау төбедей болып, басындағы бұлағы су алып, көгалы қуарып, налып отырса, ол қандай әке болады? Я болмаса анаң жүрегің астан жан берген, бойынан қызыл қан берген, туғасын ақсын берген. Ол оны мұңайтып, оны өкпелетіп қойып, айтқанын тыңдамай, оны жылатып қойып, ақ құдасынан айырылған арғанына яңырап, саумалдай көз жасын етегіне төгіп отырған ана, оны қалай абырой алады, мысалы балалар. Бала дегеннің өзі мына негізінде сүйініп, ол өмір өтер ғой, мен 70-тің жетеуіндемін. Қазір енді өмірге ойлап отырсам, сүйініп, күйініп, күйгелетін, таңданып, тамсанатын, сағынып, аңсайтын, қуанып, шаттанатын өмірім бәрі өттік. Сол көбіне мені қуандыратын ұрпақтар, балдар, немерелерім, соларды өскені жеткені